Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі рецепт бізде жеті нан пісіреміз. Ашытпаймыз және осындай керемет әдемі болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Осы рецепті жасап көрсетемін. Ол үшін бізге үйдің айраны қажет. 600 мл айранға шай қасықпен кішкене тұз қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Және 2 жұмыртқа қосамыз. Араластырамыз. Үш ас қасық қант қосамыз. Шай қасықпен ас содасын қосамыз. Бізде осы кезде реакция жүреді, кішкене көтеріледі. Және 6 ас қасық сұйық май қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Ұнымызды қосып, қамыр илейміз. Ұнымызды осылай аздан қосып отырамыз. Осылай бір келкі болғанша илеп шығамыз. Ұнымызды сеуіп, қамырымызды бөліктерге бөлеміз. 8 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін бауырсақ жасаймыз. Тестамызды осылай домалақтап, формаларға келтіреміз. Осылай жинақтаймыз. Және де менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздер үшін басқа да пайдалы рецепттер бар. Және де жаңа рецепттерді өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басамыз. Осы бөліктерімізді оқтауымызбен жайып пісіреміз. Осылай жұқалап жаямыз.
қалыңдау болса іші піспей қалады. Осылай жайып шығамыз. Қызып тұрған майымызда екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Келесілерінде дәл осылай пісіреміз. Неге бізде дәмді әрі жұмсақ болып шығатын жеті нан жасаймыз.